Ерінбей еңбек етсен, шалғай ауылда да тұрақты табыс табуға болады. Жетісу облысы Панфилов ауданында тұратын Нұрлан Күрішбаевтың қолынан шыққан дүниелер ауылдықтардың кәдесіне жарап отыр. Темірден құрастырды, мынау трактордың анандай жылу айдайтын моторы мынау. Соны қойдым. 12 вольтта істейді, оған аккумулятор зарядтайтын выпрямитель әкеліп жалғадым. Нұрлан Күрішбаев көрікпен қатар қолындағы қысқашы мен балғасын өзге де заттарын өзі жасап алған. Темірден түйін түйген ұста қазір шаруалардың тапсырысын орындап жатыр. Себебі ауылдағы ағайыннан жайлауға көшкен шопандардан тағаға сұраныс көп. Мынау тағаның тиек таға деп аталады. Екі тиек. Бұл қыста жүргенде, мына жазды күні жайлауға барған кезде аттың аяғы таймас үшін осындай тағалаймыз да. Ал мынау жайпақ таға. Мынаны жазық жерде арналған. Bir ayға жеткізбейді біздің жердің қаттылығы, аттың аяғындағы тағаны. Bir ayға жеткізбейді. Басқасын тағалайды, жоны болады да. Bir аттық тағаны 2,5 мың теңгеден береміз, 4 аяғына. Көнеден келе жатқан киелі өнерді кәсіп ету оңай емес дейді Нұрлан. Көріктің жанында сағаттап тұрып адал еңбекпен маңдай тер төгуіңе тура келетінін айтады. Ауыр жұмыстан шаршағанда ол малдың терісінен жасалған қайысты кәдеге жаратады. Ноқта, қамшы өріп, ағаштан ер шабады. Қажетіне қарай әкесімен бірлесіп ескі пешті бүтіндеп жаңасын дәнекерлейді. Сварка жұмыс болса, оны қолы босамаса, мен сваркасын мен істеп беремін мысалы үшін. Пештің мысалы жартысын астыңғы жаңа қиындау жерлерін Нұрлан өзі бар десе, қалған жерлерін мен жасап қоямын, сондай ғой. Семьямызбен істей береміз енді. Тек қана таға емес, пеш емес, тағы да анандай еді. Елдің қақпалары болады, сондай заказ келеді. Ұсталықты табыс көзіне айналдырған отбасы енді кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Әсіресе ұлттық нақышта түрлі оюмен өрнектелген қақпа жасауды өндірістік жолға қоймақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.